Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Рауан, және де мен Асфилер атындағы медицина университетінің 4-ші курс студенті болып табыламын. Бүгінгі видеода барынша осы 1-ші курс студентінде туындайтын сұрақтарға жауап беруге тырысып көретін боламын. Және де осы видеода көптеген тақырыптарды талдайтын боламыз. Бірінші жалпы медицинада оқу туралы, екінші 1-ші курста қандай қиындықтар туындайды, және де сол қиындықтардан қалай өтуге болады, қандай сабақтар болады, сол сабақты қалай оқу керек, одан кейін өзімнің атымнан бірнеше кеңестерді беретін боламын, және де жалпы мен студенттердің жеке өмірлері туралы да кішкене талдап кететін боламыз. Ең бірінші, ең жиі қойылатын сұраққа жауап беріп кетейін. Ең бірінші қойылатын сұрақ, менің ойымша, медицинада оқу шынымен де қиын ба деген сияқты. Менің түсінгенім бойынша, бастапқы 1 мен 3-ші курстың арасы қиын болады, ал 4-ші курстан бастап жеңілдейді. Бұның себебі 4-ші курстан бастап біз ауруханаларда практикант ретінде жүретін боламыз. Ал 1 мен 3-ші курстардың арасында бұл жақта бізге тақырыптар беріп отырады. Ол тақырыптар өте ауқымды болуы мүмкін. Яғни примерно 20 беттен 80 бетке дейін тақырыпты оқып, соны күнделікті апайымызға тапсырып жүретін боламыз. Екінші жиі қойылатын сұрақ, ол әрине шынымен де медицинада оқитын студенттердің жеке өмірі жоқ па деген сияқты. Менің ойымша, 1-ші курста уақыт өте көп болады. Көптеген салаларға да оны жұмсауға болады. Мысал ретінде 1-ші курс кезінде менің кейбір группаластарым жұмысында да жасап, және де оқуды да алып жүре алды. Ал енді 2-ші курсқа тоқталатын болсақ, бұл жақта сабақ кәдімгідей қиындайтын болады. 2-ші курста менің ойымша бірге жұмысты алып жүру ол өте қиын, және де тіпті былай мүмкін емес деп айтсам болады. Ал 3-ші курстың жарты семестрі 2-ші курс сияқты қиын болады, ал кейінгі жартысы жеңілірек болады, тіпті жұмыспен бірге алып жүруге болады. Одан кейін ең маңыздысы медицинаның қиындылығы көбінесе былай логика бойынша мен ойлайтын сабаққа байланысты деп, бірақтан сабаққа байланысты емес, именно мұғалімге байланысты. Егер де сен мұғалімің өте қатал, және де былай орысша айтқанда требовательный болатын болса, онда сабақтар саған қиын болып көрінеді, және де олардан өту де қиын болады. Ал егер де керісінше мысал ретінде мұғалім біресе келіп, біресе келмей, сабағын өтпей жүретін болса, онда әрине саған медицина оңай ретінде көрінуі мүмкін. Видеода келесі талдайтынымыз медстуденттердің жиі қолданатын терминдері. Осы терминдерді сендерге таныстыру арқылы маған кейін видеоны түсіндіру ыңғайлы болады. Ең бірінші терминіміз бұл перваш. Яғни бұл сен, ал егер де сен 2-ші курс оқитын болсаң, онда втораш боласың, 3-ші курс оқитын болсаң, трипаш боласың. И осылай арғары кете беретін болады. Екінші терминіміз факультет. Мысалы, менің таңдаған мамандығым педиатрия, менің факультетім педиатрия болып келеді. Енді сұрақ туындауы мүмкін, факультетке бөлудің не маңыздылығы бар деп. Мысал ретінде, осы бір факультетте оқитын студенттер бірге жүретін болады, себебі олардың оқу программалары бірдей болады, одан кейін олардың емтихан тапсыратын уақыттары бірдей болады, одан кейін спорттарда жарыстар болып жатса, онда олар бір команда болып табылады, және де жатақханада бөлме немесе блоктарға бөлген кезде осы факультеттер бойынша бөлетін болады. Енді осы факультеттердің жоғарыдан қарайтын адамдары, бұл бізде замдекан және де декан. Көбінесе біз замдекандармен бірге жұмыс істейтін боламыз. Олар бізге керекті ақпараттармен бөлісіп отыратын болады. Және де мәселеміз туындайтын болса, осы замдекандарға обращение жасайтын боламыз. Ал бұл замдекандарымыз, олар бізде деканат деген жерде отыратын болады. Яғни деканатта бірнеше факультеттерінің декандары мен замдекандары отыратын жер болып табылады. Осы жақта біз көптеген құжаттар мен мәселелеріміз шешсек болады. Ол мысал ретінде жаңағы оңай картаны алу, және де мысал ретінде студенттік ID картаны алу, одан кейін отбасымен жағдай болып жатса, немесе ауырып справка алып жатсақ, осы жақтан біз отработкаға арналған листті ала алатын боламыз. И ары қарай отработканы жасай алатын боламыз. Келесі қолданатын термин
бұл бізде кафедра. Мысал ретінде анатомия деген сабақ бар. Анатомия кафедрасы белгілі бір корпуста орналасатын болады. Сол анатомия кафедрасы сол жақта өзінің бір составтары болады. Ол мысал ретінде зав кафедра. Зав кафедра деген осы анатомия кафедрасының үстінен қарайтын адам. Немесе жаңағы биохимияның кафедрасының үстінен қарайтын адам. Ары қарай осылай кете беретін болады. Енді зав кафедра ол бізде не істейді? Зав кафедра мысал ретінде осы расписанияны құрауға қатысатын болады, және де силабусты жасауға қатысатын болады. Ал енді сұрақ туындауы мүмкін, силабус дегеніміз не деп? Силабус дегеніміз ол жақта бізде мынау оқу программасы деп айтсақ болады. Мысалы, анатомия кафедрасы бізге силабусмен бөлісті. Бұл силабуста анатомиядан қалай оқитынымыз туралы жазылатын болады. Яғни, мысал ретінде 15 апта болатын болса, әрбір 15 аптада бірінші аптада не нәрсені оқу керек, екінші аптада не нәрсені оқуымыз керек, қай аптада аралық бақылау болады, солар туралы жазып кететін болады. Енді тағы да мына жақта көріп тұрғандай термин пайда болды. Аралық бақылау дегеніміз не? Аралық бақылау дегеніміз орысша айтқанда рубежка, немесе там рубежный контроль деп те айтады. Бұл жақта біз жалпы мына бір жүйені аяқтағаннан кейін рубежка тапсыратын боламыз. Енді рубежканың не маңыздылығы бар? Жалпы мынау бізде ең соңымызда баға шығатын болады. Сол бағаның 40%-ын рубежка құрайтын болады. Ал 60%-ын күнделікті практикадағы сабақтарда алып жүрген бағамыз құрайтын болады. И ең соңында осылай біздің бағамыз шығатын болады. Егер де емтихан болатын болса, жаңағы біздің бағамыз бен рубежканың бағасы 60%-ын құрайтын болады, ал емтиханымыз 40%-ын құрайтын болады. Енді тағы да бір сұрақ туындауы мүмкін, ал егер де сессия болмайтын сабақ болса деп. Бұндай сабақтарды біз дип зачеттер деп айтатын боламыз. Яғни бұл жақта тек қана рубежка менен күнделікті сабақта алып жүрген бағаларымыз арқылы сабақ қорытылатын болады. Осындай көптеген әрине терминдер бар. Одан кейін жаңа мен деканат туралы айтып жатқан кезде отработка арналған парақ туралы айтып кеткен едім. Енді сұрақ туындауы мүмкін, отработка дегеніміз не деген сияқты? Отработка дегеніміз, мысал ретінде мен сабаққа бармадым, ауырып қалған кесірінен, одан кейін мен справка ашып, осы апайыма барып отработка жасайтын боламын. Осы кезде тағы да бір термин пайда болады, бұл НБ, яғни не бола деген сөз. Егер де сен сабақта қатыспасаң, сен Н баласың. Бірақтан мен осы кезде айтып кететін кеңесім, ешқашанда НБ-ны алма. Себебі бұл сенің ортақ бағаның примерно бір 4-6 балға дейін түсіріп жүретін болады. Одан кейін енді келесі талдайтынымыз бұл бізде мынау бағалау туралы. Жалпы бізде бағалаудың түрі бұл 0 менен 100-дің арасында. Әр сабақта сен міндетті түрде баға алып отыруың керек болады. Осыған байланысты сенің мұғалімің 0-ден 100-ге дейін сені бағалап отыратын болады. И ең соңында сен семестрді аяқтағаннан кейін осы бағаларына байланысты GPA балын шығады. Енді осы GPA балдың маңыздылығы бұл жақта сен кейін резидентура таңдайтын кезінде 40%-ын осы GPA бал решать ететін болады. Яғни бірінші курста біздің мақсатымыз барынша GPA-ді көтеріп, келесі курсқа өте алу. Келесі ол бізде күнтізбенің түрлері, яғни расписанияның түрлері. Ең бірінші курста ең жиі қолданылатын бұл бізде вертикальды, яғни тура мектептегідей дүйсенбі күні анатомия болады, жұма күні мысал ретінде гистология болады. Осылайша 15 апта бойы әр дүйсенбі күні анатомия болып отырады, ал әрбір жұма күні гистология болып отыратын болады. Егер де вертикальды күнтізбе болатын болса, онда сендерде анатомия жеке бір сабақ ретінде қорытылатын болады. Ал мысал ретінде мынандай болуы мүмкін, анатомия мен гистология екеуі бір баға ретінде қорытылады. Ол мысал ретінде модульді күнтізбе кезінде, яғни модульді расписание кезінде. Бұл жақта сабақтарды анатомия гистология ретінде емес,
жүйе ретінде бөлетін болады. Мысал ретінде ас қорыту жүйесі, одан кейін есеп жұмыс жүйесі деген сияқты осындай жүйелерге бөліп, сол жүйелерге байланысты сабақты оқитын боласыңдар. Осындай екі түрін айтып кеттім. Енді үшіншісі, бұл көбінесе мынау жоғары курстарда қолданылады. Мысал ретінде 4-5-6 курстарда бұл циклды күнтізбе. Яғни офтальмология деген сабақ болады. Ол мынау понедельник, вторник, среда, четверг барлық 4 күнде бірдей болатын болады. Одан офтальмология біткеннен кейін лор деген сабақ болады. Былай айтқанда бір сабақ бүкіл бір апта болып шығады. Ол сабақ бір аптадан кейін аяқталғаннан кейін келесі сабақ 2 апта болып шығады. Және де осылай ары қарай жалғасып кете беретін болады. Жалпы осындай медицинада қолданылатын 3 расписанияның түрлері бар. Жалпы мына бірінші курста 2 негізгі мақсатымыз бар. Біріншісі ол келесі курсқа өте алу әрине, және де барынша жоғары GPA балмен жабу. Енді осы мақсаттарға жету үшін мен бірнеше кеңестермен бөлісетін боламын. Және де ең бірінші кеңесім жоғары курстағы студенттермен жақсы араласып ал. Яғни олармен араласу арқылы сен өзіне көптеген сұрақтарға жауап алатын боласың. Мысал ретінде сабаққа қалай дайындалу керек, қандай кітапты оқу керек, қандай мұғалім, қандай методпен сабақ өтеді деген сияқты. Және де солармен жақсы араласып алған кезде мынау сұрақты міндетті түрде қой. Бұл сұрақ фильтр сабақтарды біліп алу. Яғни қандай сабақтардан көбінесе қадайды деген сияқты. Фильтр сабақтар осы көбінесе стипендиядан қадап жатады, одан кейін летаға қалдырып жатады, және де тіпті перекурсқа да қалдырып жататын болады. Мысал ретінде Асфендияровта ол Асфендияровта ол цитология менен медхимия болып табылады. Мен бірінші курс кезімде осы жатақханада бірге тұрған екінші курс студенттерінен сұрап алдым. Сол кезде олар айтты, медхимия мен цитология қиын, оларға көп мән бер деп. Сол кезде мен бұл сабақтарда әр аптада, әр күнінде 30 минуттан 1 сағаттан жұмсап отыратын едім. Солай мен осы сабақтардан жеңіл өте алдым. Осылайша біз фильтр сабақтардан күнге фокус қойып жүргеннен кейін келесі курсқа өте алатын боламыз. Және де енді GPA балымызды жоғары қылып жабу үшін мынандай кеңестерді беремін. Ең біріншісі, ешқашанда сабақтарға кешікпе, және де сабақтардан мүлдем қалма. Себебі сабақтардан қалған кезімізде мұғалімімізге балымызды төмендету мүмкін, және де мұғалімнің көзінше біз жаман көрініп қалатын боламыз. Ал енді МБ алу туралы айтатын болсақ, МБ алсақ, онда жалпы бір сабақтың ортақ бағасын 6-7 балға дейін төмендетіп тастайды. Үшінші беретін советім, достарыңды тауып ал, немесе группаластармен өте жақын аралас. Біз мысалы әр сабаққа жатақханада бір комнатада жиналып, сол сабаққа бірге дайындалатын едік. Одан кейін аралық бақылау кездерінде, емтихан кездерімізде бір достарымыздың пәтерінде немесе үйіне жиналып, бір-бірімізге сабақты түсіндіріп, солай бірге дайындалатын едік. Бұл өте тиімді, уақыт жағынан да, және де жақсы түсіну жағынан да. Одан кейін келесі беретін кеңесім, бұл әрине конспект жазу. Біз білеміз, кітаптарда өте ауыр тілмен жазылады көбінесе, одан кейін ақпарат өте көп, ал сол ақпараттарды қысқартып, одан өзін түсінетіндей тілде жазып отырсан, кейін саған емтихандарға, аралық бақылауларға дайындалған кезде өте тиімді болады. Тіпті әр күн сабақ болатқан кезінде, сол сабақтың алдында бір оқып, соны қайталап, сабақты жақсы айтылатын боласын. Одан кейінгі айтатын кеңесім, бұл әрине мұғалімдермен дауласпау. Бір моменттер болып қалуы мүмкін, мұғалім қателескен, сол кезде сен мұғалімнің қателігін айтып, онымен дауласуың да мүмкін, немесе жалпы мұғалім саған ұрсып, кішкене артық кетіп қалған кездерінде де дауласуға болады. Бірақтан менің айтатын кеңесім, ешқашанда мұғалімдермен дауласпа. Себебі ең соңында бәрібірде таяқ жейтін сен боласың, және де по-любому сен ең соңында не прав болып шығасың. Ең соңғы айтатын кеңесім, ол әрине Алмаметтің телеграм каналына тіркелу.
Бұл жақта сіздерге бүкіл керекті ақпараттарды ала алатын боласыздар. Яғни мысал ретінде керекті кітаптарды ала аласыздар, одан кейін керекті күнтізбелерді, немесе экзамен уақыттарын, және де әртүрлі мынау бүкіл сабақтарға арналған конспектілерді қарай аласыздар. Бұл жақта бүкіл сабақтарға конспектілер әлі жүктелетін болады. Одан кейін өзіміздің ыңғайлы Telegram ботымызды жүктейтін боламыз. Сол Telegram бот арқылы медицинадағы бүкіл керекті ақпараттарды ала алатын боласыздар. Келесі біздің қарастыратынымыз бұл бірінші курста өтілетін сабақта, және де бұларға қалай дайындалу қажет. Ең біріншісі әрине бұл бізде анатомия. Анатомияда енді сабақтар қалай өтеді? Бізде мұғалім келеді, ол мұғалім келеді да, так, біздің бүгін тақырыбымыз омыртқаның сүйектері дейді да, потом алдымызға көптеген препараттарды қойып, қазір 1 сағат берем, сендер қайталап дайындалып отырыңдар дейді. Одан кейін 1 сағатқа кетіп қалады. Жалпы анатомия 3 сағат немесе 4 сағат болады. 1 сағатта осылай өтеді, сендер сүйекпен бірге отырып, сол препаратты жатқа өз-өздеріне айтып отыратын боласыңдар. 1 сағаттан кейін апай келеді, одан кейін журнал бойынша оқушыларды өзіне қарай шақырып, кез келген бір омыртқа сүйегін бере салатын болады. Сол кезде сен сүйектің анатомиясын, яғни құрылысын айтып бере алуың керек. Осы жақта білу керек зат, анатомия бастапқы 6 аптадай өте қиын болып табылады. Бұның себебі не? Себебі бұл жақта бізде өте көптеген терминдер пайда болады. Яғни бұл сабақта тек қана қазақша ғана айтпай, және де латынша да айту керек болады, және де білу де керек болады. Одан кейін жалпы былай негізі сабақ өте қатты қиын деп айта алмаймын. Просто кейбір сүйектер болады, құрылысы өте қиын, және де кейбір ағзалар болады, олардың да құрылыстары өте қиын болады. Просто соларды өте қатты прям зубрить ету керек болады. Одан кейін енді бұл сабақ қандай жүйелерден тұрады. Біріншісі ол остеология, яғни сүйектерге арналған ілім. Одан кейін биология, бұл жақта бізде бұлшықеттердің ілімі болады. Одан кейін үшіншісі өте ұзақ уақыт бойы өтілетін, бұл әрине ағзалар жүйесі. Енді жалпы мынау бір оқу жылында 2 семестрден тұрады. Соның бірінші семестрі көбінесе көптеген университеттерде жартысы остеология, жартысы миология кетеді, ал екінші семестр бүкіл мынау ағзалар жүйесіне кететін болады. Енді осы бізде 3 қана жүйе болғаннан кейін сол жүйелерге қалай дайындалу керек? Мен мына жақта шаблон жазып қойдым. Біріншісі, міндетті түрде сүйектің атын қазақша және де латынша білуің керек. Одан кейін оның түрін, немесе былай айтқанда көптеген сүйектерді топқа бөледі, сол тобын білу керек. Одан кейін үшіншісі оның беттері болады. Төртіншісі жиектері, 5 ұштары, 6 өсінділері, и солай біздің шаблонымыз бойынша кете береді. Осы шаблон бойынша сүйекті жақсы білсеңіз, оңай түрде 100 алуға болады. Маңыздысы, бұл жақта ең қиын сүйектерде ол әрине бас сүйектің құрылыстары, ал қалған барлығы негізінде оңай. Келесі миология. Өте оңай ілімдерінің бірі, бірақтан әрине кейбір бұлшықеттер қиын болып келеді. Яғни бұлшықеттер емес, бұлшықеттердің топтары қиын болып келеді. Бұл жақта 3 қана зат керек. Мақұл 4 зат керек. Біріншісі тағы да бұлшықеттің аты қазақша да білу керек болады, одан кейін латынша да білу керек болады. Одан кейін бұлшықет қай жақтан басталады, одан кейін қай жаққа бекиді. Үшіншісі сол бұлшықеттің қызметі. Жазу ма, бүгу ма, солардың барлығын қарастыратын боласыздар. Одан кейін ағзалар жүйесі. Бұл жақта бізде ағзаның атын қазақша білу керек, мысал ретінде жүрек, ал оның екіншісі латыншасын білу керек, яғни кор. Жүрек кор. Одан кейін орналасқан деңгейі керек, галатопиясы, скелетопиясы, синтопиясы, пішіні және беттері солай кете береді. Осы жақта көптеген медстуденттердің жіберетін қателігі, мынау кітапты полностью жаттау.
негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі ол жақта көптеген керек емес ақпараттар бар. Мысал ретінде астрология арналған кітаптарды оқып жатқан кездерінде кейбір сүйектердің тесіктерін айтқан кезде ол жақтан қандай нерв өтетіні туралы жазылып кеткен. Бірақтан сендер нерв жүйесін бір бөлек өтесіңдер, сол кезде өздеріне керек кезінде оқып алатын боласыңдар. Ал егер де осы астрологияға дайындалып жатқан кезде сол нервтердің өтетін тесіктеріне дейін жаттап алсаңдар, әрине болашаққа оңай болады. Тапсыруларын, былай айтқанда заранее оқып аласыңдар. Бірақтан егер де сен үлгерімің нашар болып, үлгере алмай жүріп, еще и керек емес ақпаратты да оқып жатсаң, онда әрине үлгерімің одан қатты төмендеп кетеді. Сол үшін барынша керекті ғана заттарды оқу керек. Одан кейін бұл жақта тағы да керек емес ақпараты бар. Мысал ретінде бір сантиметрлерін жазып қояды, миллиметрлерін жазып қояды. Бірақтан ол негізінен керек емес. Себебі әр адамның ұзындықтары, миллиметрлері әртүрлі болады. Былай айтқанда ешқандай да олардың клиникалық маңыздылығы жоқ. Сол үшін оларға қатты көңіл бөлудің қажет жоқ. Осы шаблон бойынша оқысаңдар, осы жеткілікті болады. Енді жалпы мынау анатомияға қалай дайындалуымызды қорытындылайтын болсақ, ең біріншісі біз оның теориясын жақсылап тұрып оқып алуымыз керек болады. Теориясын жаттау сияқты жаттамай, суреттерге қарап, визуализация арқылы оны түсініп алу керек болады. Ал екіншісі, міндетті түрде YouTube'тан препараттардың талдағанын көруің керек болады. Мысал ретінде қазақша видео шықпаса да, бірақтан негізінде қазақша видеолар өте көп анатомиядан. Там небір профессорлар препараттан перчаткаларын киіп тұрып, әрбір құрылыстарын, не нәрсені білуің керек, соны көрсетіп тұрады пинцеттермен. Немесе болмай жатса, ағылшынша да видеоларды жазсаңдар болады. Өте көптеген видеолар бар. Сол арқылы сендер шынайы препараттың құрылыстарын да көріп алыңдар. Себебі бұны практикалық сабақтарда да сұрап жатады. Одан кейін рубежка, яғни аралық бақылау тапсырған кездерінде де сол препаратпен тапсыратын боласыңдар. Және де емтихан кезінде міндетті түрде оны препаратта көрсететін боласыңдар. Келесі қарастыратын сабағымыз бұл бізде гистология сабағы, яғни тіндердің құрылысын оқитын боласыңдар. Енді бұл сабақ бізде қалай өтетін болады? Ең басында мұғалім келеді, одан кейін мұғалім және де группа болып, сендер кітаптағы берілген теорияны бірге талдайтын боласыңдар. Әрбір тақырыптары примерно 15-20 беттей болады. Бірақтан бірінші курста кішкене жеңілдірек болады, ал екінші курста өте қатты қиын болады. Енді одан кейін сол теорияны талдап болғаннан кейін мұғалім сендерге альбом береді, яғни өздерінен альбом сатып аласыңдар. Сол альбомға бір күніне 4 препараттан жазып отыратын боласыңдар. Сол препараттың өзінің жаңағы нелері болады, препараттың аты, препараттың бояуы деген сияқты. Одан кейін осы жақта беретін кеңесім, осы препараттарды әрдайым қайталап, соны оқып жүріңдер. Себебі аралық бақылауды алған кезінде, және де егер де емтихан ауызша болып жатса, тест түрінде емес ауызша болып жатса, онда осы препараттарды сендерге беретін болады. Одан кейін кейбір университеттерде сол сабақты микроскоп арқылы тани алуларын керек болады. Бұндай кезінде, мысал ретінде мынаны бір не деп ойлап қарастырайық, микроскоп деп. Сол микроскоптан жақтан телефон алып, түсіріп, сол микроскопта оның құрылысы қандай болатынын көре аласыңдар. Сөйтіп сол видеоға түсіріп алғаннан кейін соны қарап, егер де құрылысы мынандай болса, ол мынандай препарат деп соған дайындалып жүріңдер. Егер де әрине микроскоппен сұрайтын болса. Бірақтан көбінесе андай бір фотокарточкалар беріп жатады. Сол фотокарточкада препаратты сипаттап беру керек болады. Жаңағы нелерге байланысты, альбомдарына жазғандарына байланысты. И солай сендерді бағалайтын болады. Енді бастапқы бірінші курста осындай 4 тіннің түрлерін өтетін боласыңдар, олардың жіктелулері, бір-бірінен айырмашылықтары деген сияқты. И өте көптеген теориялар болады. Келесі қарастыратын сабағымыз бұл бізде цитология, немесе басқа да университеттерде бұл сабақ молекулярная биология деп те аталуы мүмкін. Яғни мысал ретінде біз жаңа гистологияда тіндерді өтетін болсақ, ал бұл жақта біз
цитологияда жасушаларда өтетін боламыз. Яғни олар қалай көбейеді, оларда ДНК репликациясы қалай жүзеге асатын болады, одан кейін жаңағы ТРНК-лар олар қалай амин қышқылдарын тасымалдайды деген сияқты өте көп деген мынау жасушалық деңгейде жүретін механизмдерді оқитын боласыңдар. Айтып тұрғандай именно механизмдер. Яғни бұл сабақтағы ең маңыздысы там бір 5-6 бетте теория болады, ал ең керегі бұл жақта бізде механизмдер. Осы механизмдерді сендер былай не ретінде, ветка ретінде оқып жүріңдер. Яғни мынадан кейін мынандай процесс жүреді, мынандай процесстен кейін мынандай процесс жүреді, мына процесс болғаннан кейін мынау процесс болады деген сияқты. Солай нумерация қойып та оқысаңдар өте жақсы пайдалы болады. Негізінде бұл сабақ өте қиын, себебі бұл жақта көбінесе визуализациясы дамыған балалар жақсы оқи алады. Себебі мынау айтылып жатқан процесстер оларды оймен түсіну өте қатты қиын болады, себебі оларды көзбен көре алмаймыз, тек қана мынау теория жүзінде ғана білетін боламыз. Одан кейін келесі сабақ бұл бізде медхимия. Асфендияровты ең қатты қадайтын сабақтардың бірі. Бұның себебі медхимияға мынау мектептегі химияның базасы өте қатты керек болады. Жалпы мынау медхимияда екі бөлімді оқитын боласыңдар. Бір бастапқы 7 апта биорганиканы, ал қалған 8 аптаны органиканы өтетін боласыңдар. Биорганикада көбінесе теория болады, яғни әртүрлі термодинамиканың заңдары, одан кейін әртүрлі микроэлементтердің қызметтері деген сияқты. Ал органикада теориялар да болады, яғни олар қалай жіктеледі, қандай формула, яғни молекула қай топқа жатады деген сияқты. Одан кейін олардың қандай реакцияларға қатысады, қандай реакцияның түрлері бар, және сол реакцияларды сендер жатқа білулерің керек болады. Мысал ретінде мектептегі химияда андай қысқа ғана формулалар болса, ол жақтан өте үлкен формулаларды жатқа білу керек болады. Осының кесірінен бұл сабақ фильтр сабақ болып табылады. Себебі кімде мектепте базасы қалыптаспаған, солар өте қатты қиналып жатады. Келесі мынау медицинаға керекті сабақтардың бірі ол мысал ретінде медфизика. Бұл сабақтарда сендер теорияны оқитын боласыңдар, және де медфизиканың оқуының маңыздылығы бұл жақта физиологияға кішкене керекті ақпараттарды айтатын болады. Сол физиологияға керекті ақпарат айтылған кезде тағы да сол механизмдерді өтетін боласыңдар. Сол механизмдер жаңағы ветка сияқты. Мынандай процесстен кейін екінші процесс жүретін сияқты, соны жаттап алуларың керек болады. Одан кейін осы медфизикада әртүрлі аспаптарды өтетін боласыңдар. Бұл аспаптар көбінесе кітаптардан табыла бермейді. Сол үшін мұғалімдердің өздері түсіндіріп жатады. Сол кезде сол мұғалім айтқанын жаттап алыңдар. Себебі рубежкада емтихан болатын болса, сол емтихандарда қатты керек болатын болады. Яғни біріншісі теория. Сол теорияның ішіндегі механизмге көптеген вниманияны бөлетін боламыз. Екіншісі жаңағы аспаптар. Одан кейін үшіншісі медфизикадан есептер шығаратын боласыңдар. Әрине медфизикада өте көптеген формулалар бар, бірақтан именно сабақта өтіп жатқан формулаларды рубежкада немесе емтихандарда қоятын болады. Сол үшін именно қай формулалар керек, соларды жаттап алып жүріңдер. Одан кейін тағы да қандай сабақтар болады. Мысал ретінде тарих деген сабақ болады, политология деген сабақ болуы мүмкін. Одан кейін ағылшын, орыс тілі деген сияқты өте көптеген сабақтар болады. Көріп тұрғандай бірінші курста 4 сабақ өте қатты маңызды, қалған барлығы 11-ші сыныпта өтілетін сабақтарды қайталау болып табылады. Осыған байланысты бірінші курс аса қатты қиын емес. Нағыз қиындық осы екінші курс пенен үшінші курстарда басталады. Видеоның ең соңына да сабындап қалдық. Ең соңғы талдайтынымыз медстуденттің жеке өмірі туралы. Ең біріншісі оның тұратын жері туралы талдайық. Жалпы бізде 4 таңдау бар. Біріншісі жатақханада тұру, ең жақсы вариант менің ойымша. Екіншісі пәтер жалдап тұру. Үшіншісі туысқандардың үйлерінде тұру. Және де ең соңғысы, егер де өз қалаңдағы университетіне түссең, ата-аналармен бірге тұру. Ең бірінші ол жатақханада тұру.
Оның давайте плюстар менен минустарын қарастырып шығайық. Бірінші минусы, то есть бірінші плюсы ол өте арзан болып келеді. Мысал ретінде Асфендияровта 200 мыңнан бастап 600 мыңға дейін барады. 200 мың ол әрине ескі жатақханалар, ал 600 мыңге осы бір жыл ғана бұрын соғылған жаңа жатақханада тұруға болады. Былай айтқанда 250 мыңды жылына төлеп қоясың, одан кейін мысал ретінде коммуналка деген сияқты заттармен бастыңды ауыртпай, осы кәдімгідей өз-өзімен оқып жүре беретін боласың. Екінші плюсы ол университет всегда, то есть жатақхана әрқашанда университетке жақын болады. Мысал ретінде мен жатақханадан Асфендияровқа 15 минутта жаяу барып жетемін. Одан кейінгі плюсы бұл жақтағы адамдар. Яғни мысал ретінде жоғары курстағы студенттермен араласа аласың, олардан кеңестер сұрай аласың. Одан кейін өздеріне былай жақын достарыңды таба аласың, сол достармен бірге сабаққа дайындаласың, бірге қалада қыдырасың, бірге емтихандарға, аралық бақылауларға дайындалып, бір-бірімен араласып, солай бір-бірлеріне көмектесіп жүре аласыңдар. Одан кейінгі бірақтан білу керек зат бұл немесе минуста болуы мүмкін. Мысал ретінде бір комнатада басқа көршілерің нашар болып қалса, яғни мінездерін сай келмесе, немесе көптеген ұрысып қалай беретін болсаңдар, бұл керісінше минус болады. Одан кейін енді жатақхананың минустарына тоқталайық. Ең бірінші минусы, мысал ретінде сен жұмыс істейсің, одан кейін 11-ге дейін сен жатақханаға келіп үлгермейтін болсаң, онда сен жатақханада тупа тұра алмайсың, немесе вахтершамен жақсы араласып алуың керек болады. Себебі 11-ден кейін жатақхана жауып тастайды, одан кейін кіргізбейді. Одан кейінгі минусы, мысал ретінде 10-нан кейін кейбір жатақханаларда душқа түсуді жауып тастайтын болады. Яғни душқа түсе алмай қаласың. Одан кейін жалпы мынау жатақханаларда кітапхана деген бар. Одан кейін сол кітапханаларды да 10-нан кейін жауып тастау мүмкін. Яғни мысал ретінде сен бөлмене келесің, бөлмеде барлық ұйықтап жатыр, светті қосып сабақ оқи алмайсың, еще ана жақта кітапхананы жауып тастайды, и сен мүлдем сабақ оқи алмай қаласың. Но әрине бұл былай қатты минус емес. Просто өзің былай графигіңді дұрыстап, сөйтіп өзіне турлап ала аласың. Келесі минусы 20 квадрат метрді 4 адам бөлу керек болады. Яғни кеңістік өте аз. Одан кейінгі минусы, мысал ретінде сен қалана бір достарын немесе туысқандарың келіп жатса, сен ол адамды жатақханаға кіргізе алмайсың. Яғни мысал ретінде сен жалдамалы пәтерде тұрсаң, өзінің үйіне шақырып, бірге шай ішіп, әңгіме айтып деген сияқты араласа аласың, ал жатақханаға олай шақыра алмайсың. Енді жалдамалы пәтерлерді талдайық. Қандай плюстар бар, қандай минустар бар. Ең бірінші плюсы, енді жаңа жатақханаға қарамарса, кеңістік көбірек болады. Мысал ретінде сен бір бөлме 20 квадрат метр дейік, соқта бір өзің тұра аласың, немесе 2 адам болып тұра аласың. Одан кейінгі плюсы, бұл жақта енді мысал жұмыс істейтін болсаң, хоть таңғы 4-те де 6-да келіп жатсаң да, всегда есік ашық болады. Енді тағы да плюстары вроде қалмады. Енді минустарына келетін болсақ, бұл енді квартираны жалдау примерно айына 100 мың теңгеде кететін болады. Мысал ретінде мен Алматы қаласында оқимын. Бір 4 адам болып 300 мың теңгеден бөлсеңдер 75 мың теңге кетеді. Одан кейін жаңағы коммуналка, интернет деген сияқты заттарға төлегеннен кейін 100 мың теңгедей кетіп қалады. Одан кейін мысал ретінде мен ұл баламын. Кеше бір достарымызға осы жалдамалы пәтер іздеген едік. Сол кезде студенттерге квартираны табу өте қатты қиын. Әрине там қыздар таба алуы мүмкін, бірақтан бүкіл пәтерді жалға беретін адамдар студенттерге ешқашанда бергісі келмейді, содан қиналасыңдар. Одан кейін бұл жақта пәтерді жалдағаннан кейін көп нәрсе хозяйкаға да байланысты болады. Мысал ретінде хозяйкамен ұрыс қалып, тура сол айдың ортасында сендерді пәтерден шығарып жіберуі мүмкін деген сияқты. Осындай көптеген нюанстар бар. Енді үшіншісі ол туысқандармен тұру.
мен осы бірінші курс кезінде кейбір достарым осылай туысқандармен бірге тұрамын деді да, 1-2 айдан кейін өздері бөлек пәтер жалдауға шығып кеткен болатын. Бұның себебі туысқандар енді өздеріне былай тұрғызғаннан кейін олар сендерді жұмсауға дәметіп тұрады. Бірақтан білу керек зат, біз жаңа айттық, медицинаның бастапқы 3 курсында қиын болады. Сол үшін ол жұмыстарға қолымыз босамауы да мүмкін. Енді 4-шісі ата-аналармен тұру. Осы кезде ата-аналармен тұрған әрине плюстары өте көп. Просто ата-аналармен сөйлесіп, оларға түсіндіріп қоюымыз керек болады. Ата-анамен жеке сөйлесесің, мен бастапқы 3 курста қолым бос емес болады. Кейбір кезде жұмсаған кездеріңізде, мазалаған кездеріңізде менің қолым бос емес болуы мүмкін деген сияқты. Бұл айтқанда мазаламауды сұрайтын боламыз. Осылайда видеоның ең соңына жақындап қалдық. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, комментарияға қалдырып кетіңдер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беруге тырысамын.